мүмкін дебат сүйер қауым, сіздерді дебат алаңында көргеніме қуаныштымын. Сіздерді алдағы уақытта сәттілік тілей отырып қарарды ұсынсақ, дайынсыздар ғой. Бұл палата сізге үкімет 7 миллиард қаржылай ақша береді. Сіз бұл ақшаны экономикалық тұрғыда тиімді пайдалану керексіз. Сонымен қатар 7 миллиард ақшаны арқалықты дамытады. Яғни бұл қарар, механизмді қарар, маған екі үстелді механизм ұсынатын болады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Қарарға дайындалу үшін 15 минут беріледі, 15 минутты тиімді пайдаланыңыздар. Тағы да дебатқа қош келдіңіздер. Ең алдымен ойынды бастау үшін ортаға Линкольн мырзаны шақырамыз. Еншіңізде 6 минут уақытты тиімді пайдаланыңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті дебатерлар. Жалпы бүгінгі біздің қарар бойынша мемлекеттен бізге 7 миллиард ақша бөлінеді. Яғни біз оны тиімді пайдалануымыз керек. Яғни біздер бірінші басынан ойлап қарайықшы, осы 7 миллиард ақшаны біз белгілі бір орталықты салуға немесе белгілі бір бизнесті ашуға бірден құйсақ, бізге ол тиімді ме деген нәрсе. Соның арқасында біз белгілі бір дамыған қаланы ішіне кіре аламыз ба деген сұрақты қойсақ, жоқ, әрине. Біріншіден, біз 7 миллиард ақшаны қалай тиімді пайдалану арқылы дұрыс жоспарды құруымыз керек. Мысалы, ол қалай құрылады десеңіздер, 7 миллиардты біздер белгілі бір жылдың ішінде өсім арқылы, көбейту арқылы жоспарды сіздерге ұсынамын. Ол қалай десеңіздер, 7 миллиард ақшаны 7 жылда 70 миллиардқа айналдыру. Мысалға, біздер осының арқасында менің әлемімде мендегі басты мақсат арқалықты дамыған қалалардың ішінде кіргізу. Оның қамтитын тұстары сауда, импорт, экспорт дамитын болады. Екіншіден туризм, сапалы жол, әдемі табиғат және сапалы тұрғын үймен қамту болатын болады. Және де осы жүйе бойынша бізде ең алғашқы 7 жылдың бірінші жылында бізде биржа, яғни қор ашылатын болады. Яғни сол арқылы бізде ең ұтатын тұсымыз, яғни қалалардың ішінде адамдарда қаржылық сауаттылық пайда болатын болады. Соның арқасында халықта кредит алу немесе ақшасын тиімсіз жұмсау деген нәрселер болмайтын болады. Яғни қала экономикасы бізде дамитын болады. Сонымен қатар бізде 7 миллиардты, яғни біз бірден бизнеске құйып тастасақ, ол бизнес ақталмай қалса не болады деген сұрақты өзімізге қойсақ. Яғни біздер, мысалға, белгілі бір бизнес, яғни Дуглас тарапында белгілі бір бизнес ашамын, осындай саланы, бір ғана саланы ғана қорғай немесе екі саланы қорғай немесе, ол екеуінен немесе біреуінен қаржылық, яғни бизнесі құлдырап банкрот болуы әбден мүмкін. Яғни біз осы тараптан байқайтынымыз 7 миллиард теңгенің босқа кеткендігін байқай аламыз. Және де бұл тарапта ешқандай да бір дамуды көрмейміз. Тек қана бір ғана саланың ғана дамып, басқа қалалардан адамдар келіп, арқалықты осылай ғана бір ғана салада дамыту өте тиімсіз болады. Және де бір ғана саламен дамыған біз елді, қаланы біз ешқашанда көрген емеспіз. Яғни арқалыққа бір тұрғын келіп, яғни әрбір сапалы жолды бірінші көреді, екіншіден әдемі тұрғын үйлерді көреді, және де сауда жолдарына, яғни супермаркеттерге, дүкендерге бірінші қарайтын болады. Сол үшін біз осы тараптарды кәдімгідей қамтитын боламыз. Ең алғашқы содан кейін қор ашылып, яғни биржа ашылып болғаннан кейін бізде супермаркеттер ашылатын болады. Яғни біздерде 7 миллиардты біз өсім ретінде пайдаланды. Яғни 7 миллиардтың 4 миллиардын осы супермаркет, үлкен бір супермаркет ашуға жұмсаймыз. Соның арқасында бүкіл тамақ өндірісінде жан-жақты қамтыған арқасында бізде импорт, экспорт көлемі артатын болады. Соның ішінде біздер басқа да көршілес шетелдерге немесе шалғай жерде орналасқан елді мекендерге біздер кәдімгідей қатынас түрі жақсы дамитын болады. Соның арқасында арқалықта осындай жүйелер қалыптасқандығын білгендіктен арқалықты кәдімгідей тани бастайды. Және де үлкен қала болуына әбден ықтимал жоспар болып табылады. Яғни біздер, жоғарыда айта кеткендей, сапалы үймен қамту. Яғни бұл бізде 4 жылда қамтитын жүйе болады. Яғни мен ақшам ешқайда кеткен жоқ, керісінше мен ақшам жиналып жатыр. Және де менде үкіметке, яғни отчет тапсыру, жоспар тапсыру менде қарқынды түрде жоспарлай бастайды. Өйткені менде осындай нақты жоспар бар. Мен арқалықтың осындай патриот жасы ретінде мен сапаға, яғни мен қарсылас тарап айтуым мүмкін, немесе 7 жыл көп емес пе деген сияқты, жоқ, керісінше
жеті жолмен бізден кейінгі келесі жас ұрпақтарға бұл өте тиімді жол болып табылады. Яғни үйлердің сапасы бізде негізі мән бермейді, соны біз жақсартатын боламыз. Яғни сапалы үйді біздер бұзып қайтадан салатын боламыз. Соның арқасында біздің арқалықта құрылыс жақсы дамитын болады. Яғни құрылыс материалдарын сату немесе сол құрылыс материалдары арқылы жаңа үйлерді сатып алып, оны басқа бір сатып алу, яғни сол арқылы сұрақтар қамтылуы мүмкін. Арқалықтың тұрғындары, сол үйде тұрып жатқан адамдар қайда тұруы мүмкін деген сияқты нәрселер, оны біз басқа да бір жерге, қолайлы жерге қоныстандыратын боламыз. Және де, яғни бізде жоғарыда қарарында сапалы әдемі табиғат деген. Мен осы арқалықта, осы ақшаның жарты ақшасына, яғни пайдалы шөптер сатып алатын боламын, яғни емдік қасиеті бар шөптерді сатып аламын. Соның арқасында бізде зертхана ашатын боламын, яғни біздің арқалықта зертхана жоқ. Соған, яғни мен осы ашып жатқан өндірістердің бәріне жұмыскерлер келеттер, яғни бізде жұмыссыздық проблемасы шешілетін болады. Яғни көптеген адамдар жұмыспен қамтылғандықтан кейін арқалықтан ешкім кетпейтін болады. Яғни сапалы үйде өзінің жұмысы бар, жолы тегіс жерлерде тұратын болады. Және де зертхана ашу арқылы біз нені ұтамыз? Яғни біздің арқалықта зертхана экспертиза жасайтын жер болмағандықтан біз осы жүйені қамтитын боламыз. Яғни сапалы шөптерді біздер өздерінің яғни аптекаларға тегін сататын боламыз. Аптекалар басқа қалалардан сатып алмайтын болады. Өзіміздің, яғни арқалықтың пайдалы шөптерін, емдік шөптерінен өскен қоспалардан арнайы заттар, препараттар дайындап осы қалада сататын болады. Және де оған қызығып келетін ғылыми зерттеушілер келетін болады. Және де осы сорттарды алу үшін бізден сатып алатын тұрғындарда көптеп кездесетін болады. Біз осының тағы да қосымша уақыт, яғни біз осының арқасында Арқалық қаласын дамушы қалалардың қатарында қоса аламыз. Біз ешқашанда бір саланы қамтып, арқалықты осындай нәрсемен, арқалықта тек осы ғана бар екен деп қамтымаймыз. Өйткені егер тұрғын үй нашар болып жүретін жолы нашар болса, бұның ешқандай да пайдасы жоқ. Бізде керісінше ақша өсімі пайда бола бастайды да, ол ары қарай өсе беретін. Ал 7 миллиардты бірден салсақ, ол құлдырауы мүмкін, немесе тиімсіз пайдалануы мүмкін. Ленко мырза, сізге көп рахмет. Енді сұрақ жауапқа кезек берсек, Дуглас мырза өзіңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыз. Құрметті Ленко мырза, сізде экспорт және импорттың именно қай салада дамиды? Мен бағана айта кеткенде, үлкен бір супермаркет ашамын. Мен бағана айта кеткенде, үлкен бір супермаркет ашамын. Яғни бізде көптеген яғни тамақ өндірісінің жан-жақты түрлері қамтитын болады. Мысалы, сүт өнімі немесе ет өнімі деген сияқты түрлі нәрселер қамтитын болады. Соның арқасында осы қызығатын болады да, басқа көрші елді мекендерге немесе қалаларға солай жасайтын боламыз. Менде басқа сұрақ жоқ. Ортаға Дуглас мырзаны шақырамыз. Еншіңізде жетмей, уақытты тиімді пайдаланыңыз. 1-2-3, қайырлы күн, құрметті дебатер қауым. Мен Шахризада бүгін Дуглас мырзаның позициясында ойнайтын боламын. Бүгінгі бізге берілген қарар бойынша бізге 7 миллиард теңге бөлінеді үкімет тарапынан, және біз бұны арқалықты дамыту үшін қолдануымыз керек. Мен бірінші өз сөзімді ребатылдан бастап кетсем, бізге Линкольн мырза айтып кетеді, мына тарапта бизнес болса ол құлдырайды деп айтып кетеді. Мен сол сөзіне қарсылық айтып кетсем, бізде бизнес банкрот болмайды, өйткені мен 7 миллиард ақшаның барлығын бірден бір бизнеске құйып қоймаймын. Менде запас ақша қалады. Если бағана бірінші құйған ақшам банкрот болған жағдайдың өзінде, екінші қалған запасной ақшамен мен өзімнің екінші бизнесімді ашып, дальше сол 7 миллиард ақшаға қайтадан жетіп аламын. Одан кейін бизнес тек бір ғана салада дамиды дейді. Мен жақта қазір айтып өтетін боламын. Бизнес тек бір салада ғана емес, менің бизнесім бірінші бір саладан басталып, одан кейін өзінің ішіне басқа да салаларды қамтитын болады. Одан кейін бізде қарсы тарап айтып кетеді, 4 миллиард ақшаны супермаркет ашам дейді. Бізде өзімізде білетіндей арқалықта супермаркетіміз өзіміздің халық санымызға ыңғайлы етіп ашылған. 4 миллиард теңгенің барлығын құртып өте үлкен супермаркет ашқан күннің өзінде бізде ол жерде сауда жасайтын халық саны жетіспейді. Ол жерде сауда болмайды, сауда тоқтап қалады. Сонымен біз көре аламыз, что 4 миллиард жартысы ақшасынан көп ақшасын құртып, сразу банкротқа кетіп қалады қарсы тарап.
Одан кейін халықтың үйді бұзып қайтадан саламыз сапалы үй деп айтып жатыр, бірақ біздер халық психикалық тұрғыдан қаншалықты дайын өздерінің атамекен үйлерін бұздырып қайтадан салдыруға, және ол уақытта именно халықты қай жерге көштіріп тұрады, мысалы үшін үйді бұзып жатқан кезде деген сияқты сұрақтарға жауап болған жоқ. Одан кейін тағы да бір саласы зертхана ашу деп айттым. Зертхана ашу үшін біріншіден бізге зертханаға арналған аппараттар, әртүрлі құрылғылар керек болады. Біз біріншіден оларға ақша бөлуіміз керек. Одан кейін зертхана ашу үшін ол жерде түрлі зерттеу жұмыстарын алып бару үшін бізде білікті мамандар жеткіліксіз. Ал біз қалған 3 миллиард ақшаны зертханаға маман тартуға жеткізе алмай қаламыз. Сонда бізде қарсы тараптың ақшасы біріншіден дұрыс бөлініп тұрған жоқ, екіншіден дұрыс нәрсеге бөлініп тұрған жоқ. Ал енді өзімнің кейсімді құрып өтетін болсам, мен 7 миллиард теңгені статистика бойынша қарап көрдім. Бізде тек қана Арқалық қаласында емес, Қазақстанда ет комбинаттарында шикізат мал басы жетіспеуде. Қазіргі 2023 жыл бойы мен бұл 7 миллиард теңгені Арқалық қаласында мал шаруашылығы ет комбинаттарына шикізат өндірісіне құю арқылы Арқалықты дамытып, бюджетке ақша қосып, сонымен қоса еліміздегі үлкен ет комбинаты Қайып ата өндірістік ірі ет экспорттаушысын тапшылықтан алып шығамын. Қазіргі кезде Қайып ата ет экспорттаушы компаниясы жылына 5000 тонна етті сыртқа экспорттап жатыр. Оны қазіргі күнде ол 50 000 тоннаға жеткізгісі келеді, бірақ бізде мал басы жетіспеуде. Осы тапшылықтан мен бірінші болып Қайып ата өндірістік компаниясын тапшылықтан алып шығамын. Одан кейін өзімізде 7 миллиард теңгенің 4 миллиардын бағанағы мал шаруашылығына құямын. Бізде мал шаруашылығы дамиды. Мал басын бірінші Қайып атаға беремін, одан кейін оларға сатамын. Өйткені бізде Қайып ата қазір тапшылықта тұрғандықтан, олар кез келген нарықтық бағада кез келген мал басын алуға дайын. Біз білеміз, что Арқалық қаласы табиғаты жағынан мал шаруашылығына бейім, соның ішінде именно қой шаруашылығына. Сонымен қатар мен бағанағы 7 миллиард теңгенің 4 миллиардын мал басына бөлемін, Қайып атаны тапшылықтан шығарамын. Одан кейін 5 жылдан кейін өзімізге пайдаға шыққан ақшаға осы Арқалық қаласында үлкен ет комбинатын ашамын. Осылайша 10 жылда Арқалық қаласы өзін мал шаруашылығымен қамтиды, мал басымен. Сонымен қатар Қазақстандағы бүткіл қалаларға мал бордақылау арқылы қамтамасыз етеді. Сонымен қатар біздегі ет өндірістік бағанағы ет комбинаты өзіміздің қалада ешқандай тапшылық тудырмай, өзіміздің қаланы қамтып тұратын болады. 20 жылдан кейін біздегі ет комбинатындағы өндірістер және біздегі бордақыланған малдар шетелдерге экспорт жасалады. Осы түскен ақшадан, бағанағы экспорттан түскен ақшаға мен Арқалық қаласында өте үлкен ауқымды медициналық орталық ашуды көздеп отырмын. Бұл медициналық орталықта стоматология, хирургия, бүткіл медицинаның барлық нелері қамтылатын болады. Сонда біз қарауға боламыз, что бізде Арқалық Қазақстан бойынша ең үлкен ет экспорттаушы қала болады біріншіден. Екіншіден, ет комбинатымыз Қазақстан бойынша ең үлкені болады, ал одан кейін ең үлкен медициналық орталық болады. Мен бұл медициналық орталықтың ең үлкен спонсоры өзіміздегі қалалық ет комбинаты болып табылады. Және біз шетелдерден бізге жетіспей жатқан көптеген медициналық мамандарды өзімізге тартамыз. Оларға да ақша бөлінетін болады. Және 30 жылда бағанағы айтып өткенде Арқалықта медицина дамиды. Қазақстанның түкпір-түкпірінен осы Арқалық қаласына емделу үшін, басқа нәрселер үшін адамдар келетін болады. Және бұл медициналық орталықтың ең басты ерекшеліктерінің бірі пенсия жасындағы адамдар үшін, бұл жекеменшік аурухана болғандықтан, пенсия жасындағы адамдар үшін тегін медициналық көмек көрсетілетін болады біріншіден, ал екіншіден студенттер үшін көптеген скидкалар жасалатын болады. Сол арқылы біз көруге болады, что 30 жылда біздің Арқалық қаласы өте үлкен ауқымды көлемде дамиды. Бұл жерде халық саны көбейеді, халық полностью жұмыспен қамтамасыз етіледі. Бізде медицина, экспорт, басқа да қалалармен қарым-қатынас, тіпті басқа елдермен қарым-қатынас, басқа елдерден білікті мамандар жинау, барлығы әр тараптан дамитын болады. Дуглас мырза, ойын үшін көп рахмет. Келесі кезекте сұрақ-жауапқа көшсек, Линкольн мырза, өзіңіздің сұрағыңызды қойсаңыз. Сізге көп рахмет. Осы сіздің етті экспорттаған кезде, оны сіз қалай жарнамалайсыз? Жарнама?
Біз бағана айтып өткенде біздің Арқалық қаласы өз табиғат жағынан мал шаруашылығына өте бейім. Бізде малдар табиғи өнімдермен бағалатын орталанатын болады. Және біздегі еттің сапасын және оның бағасын, нарықтағы бағасын барлық жағынан тиімді екенін басқа адамдарға дұрыс жолмен көрсетіп беремін. Келесі ойды жалғастыру үшін ортаға Линкольн мырзаны шақырамыз. Еншіңізде 4 минут, алғашқы сөзіңізді жалынды қарсақпен бастаңыз. Қайтадан сіздерді көргеніме қуаныштымын. Менде Толық Ғибадұлы. Яғни біздер білеміз, Дугластың тарапында, яғни ет өнімін жүзеге асыру, біздер білеміз. Бірақ ет өнімі бізде өте қолайсыз болады. Яғни 7 миллиардтың 4 миллиардтың біздер осылай қойсақ, қалған 3 миллиардты кете берсін деп өзінің жоспарына бір сенімсіздік танытып қалған бір ақшаны бізге бір қолайсыз жолмен жұмсаса ештеңе етпейді деген сияқты нәрселерді айта кетеді. Бірақ ол үстелде біз байқайтындығымыз, яғни ет бізде өте қолайсыз бар. Мысалы, оны қалай жеткізу барысында біздер малда ауру пайда болуы мүмкін. Біздер білеміз, яғни малда мысалы олар 100 бас мал сатып алса, оның кем дегенде 50 басы жартысы, яғни ауруға ұшырап қырылып қалуы мүмкін. Сол жағдайдан қалай шығатындығы бізге әлі күнге дейін белгісіз болып табылады. Мысалы, одан қалай сүт өнімдерін шығара ма, одан сой алып кетуіне болады еді, бірақ біз бұл тарапта тек қана бір ғана тарапты ғана көреміз. Және де бізде қалған ақшасына біздер осылай бұл тарапта ешқандай өсімнің жоқтығын байқаймыз. Ол 7 миллиардта тек қана осындай екі салаға ғана құямыз деген нәрсені айтады. Ал қалған медицинаны дамытамыз деген нәрсе сияқты айтады. Бірақ біздерде ауруханалар жеткілікті, жай ғана жөндеу жұмыстарын жасаса, бізде білікті мамандар бар. Бізде Арқалықтың медицинасы кәдімгі жоғары деңгейде дамымаса да халықтың қолжетімділігін тұрақты түрде қамтай алады. Ал менің үстелімдегі зертханалар жұмыс, яғни көбінесе бізде дәрі жетіспейтіндіктен менің зертханам бұл кісінің жобасына қарағанда өте тиімді болып келеді. Және де бұл тарапта біздер байқайтынымыз, яғни халық тұрғын үйді қимауы мүмкін деген нәрселерді айтады. Бірақ біздер айтатынымыз, яғни бұны үкімет тарапы өзінің қолына алады. Яғни менің жобам тек қана халықты сапалы үйде тұру. Мысалға, халыққа біз осындай бір жоба ретінде ұсынсақ, біз оларға түсіндіріп айтсақ, сіздер сапалы үйде тұрасыздар, ешқашанда көктемде су тапшылып тұратын немесе салқын үйде тұрғаннан гөрі сапалы үйде тұруларыңыз келе ме десе, халық әрине иә деп, екі қолын көтеріп иә деп айталатын еді. Өйткені біздер білеміз, мысалы Арқалыққа, яғни туристер келеді деп жоғарыда айта кеткенде, мысалы келсе Арқалыққа бірінші тұрғын үйлеріне қарайтын болады, жолдарына қарайтын болады және әдемі табиғаттарына қарайтын болады. Яғни әдемі табиғаттардың ішінде біздер айта кеткен ағаштарды және де емдік қасиеттері бар шөптерде өскендіктен менің үстелімді бұл кісі ешқандай да құлата алмайды. Жай ғана өзінің кейсінде бұл нәрселерді өте қолайсыздық туғызатындығын айта кетуімізге болады. Мысалға, және де оларға мысалға ет комбинатын ашқан күннің өзінде мысалға малдың, яғни жануарлардың қалай жағдайын жасайды деген нәрсе бізге айта кетпейді. Мысалға, біз оған осындай жерде тұрады, осындай ауылдар осындай жүйемен айналысады дейді. Мысалы, Арқалықтың қабырғасына келіп біз осындай комбинат ашу бізге өте қолайсыз болып келеді. Ол көптеген зиянды нәрселерін немесе зиянды бактерияларды ұшырауы әбден мүмкін, немесе қаланың ластануына әбден кесірін тигізеді. Бұл кісінің әлемде ешқандай да қай жерде орналасатындығы және де онымен қай ауылдың немесе қай кісілер немесе өзінің қолына ала ма, бұл тарапта ешқандай да байқалмайды. Сонымен осы үстелдің құлағандығымыз кәдімгідей көре аламыз. Рахмет. Сізге көп рахмет. Ендігіде ойды жалғастыру үшін ортаға Тоғыз мырзаны шақырамыз. Еншіңізде 6 минут. Ең алғашқы сөздеріңізді қарсылықпен бастаңыз, сондықтан кейін сізге сараптама. 1-2-3 алғашқы сөзімді ребатылдан бастап өтіп кетсем, мен бағана 3 миллиард ақшаны, мен былай айттым, 7 миллиард ақша бар, соның 4 миллиардты мал шаруашылығына құйылады, қалған 3 миллиард менде қалады. Мал шаруашылығында түскен ақшаның пайызы мен 3 миллиард ақшаны қосып, ет комбинатын ашам деп айттым. Менің 3 миллиард ақшам ешқандай күйіп кетпейді.
Ал одан кейін менің мал шаруашылық орталығымда, яғни білікті шетелден бағана да айтып өткен, мен медицинский орталыққа да осы мал шаруашылығым үшін де шетелден білікті мамандарды шақырамын. Олар өте білікті мамандар болып табылады және оларға мен өз ақшам, бағанағы ақшаның ішінен ақша бөлетін боламын. Ол жерде ешқандай малдарында ауру немесе дерт пайда болмайды, өйткені олар өте білікті мамандармен жұмыс жасалатын болады. Ал одан кейін бізге айтып өтті, что Арқалық қаласында медициналық орталық керек емес, бізде медицина өзімізге жетерлі дәрежеде дамыған деп айтты. Мен медицинаның Арқалық қаласына ғана жетерлі дәрежеде емес, бүткіл Қазақстан бойынша, бүткіл Қазақстанға жетерлі дәрежеде дамытқым келіп отыр деп айттым. Ал одан кейін Арқалық қаласында медицина жеткілікті дәрежеде дамыған емес. Оған бір дәлел айтып өтейін. Арқалықта мысалы үшін Астана қаласында флюраға барып түсетін болсаңыз, жазыласыз, түсесіз, нәтижеңіз, результатыңызды алып кетесіз. Ал Арқалық қаласында 2-3 күн алдын очередке тұруыңыз керек. Ал одан кейін очередпен, бағанағы 2-3 күн алдын алған очередіңізбен флюраға түсесіз, ал оның нәтижесін келесі күні ғана барып аласыз. Сонда бізде бір апта уақыт кетеді. Ал Астана қаласында оған небәрі 1 күн уақыт кетеді. Одан кейін бағана айтып өткендей, менде Амангелді қаласында малды бордақылау, яғни малды бағу мекені менде Амангелді қаласы болып есептелінеді. Ал енді сараптамаға көшетін болсам, сараптамада менің үстелімде менің тәсіліммен, 7 миллиардты жұмсау тәсіліммен нелер шығады. Мен бірінші Қайпата ет экспорттаушы үлкен бұл Қайпатаны тапшылықтан құтқарамын біріншіден, екіншіден Арқалықта бүткіл адамдар толықтай жұмыспен қамтылатын болады. Үшіншіден Қазақстанның бүткіл қалаларының ет өнімдерінен, менде ет өнімдерінің 28 түрі болады. Колбаса, шұжық деген сияқты, солармен бүткіл Қазақстанның қалаларын қамтимын, ал содан кейін барып шетелдерге экспорттауға шығатын боламын. Одан кейін Арқалық қаласында Қазақстандағы ең үлкен ет комбинаты және медицина орталығы болады. Сонымен қатар бізде Арқалық қаласындағы бюджеттегі ақша көбейеді. Сосын біз Арқалықта бір нәрсе ашу үшін немесе Арқалықты дәші дамыту үшін үкіметтің ақшасын күтіп отырмаймыз. Біз өзіміздің бюджеттегі ақшамен дәші дамып кете береміз. Ал одан кейін мысалы үшін мен жақта осындай результат болады. Ал мына тарапта бағанағы айтып өткенде 4 миллиард ақшасын сразу ол супермаркетке құйып жібереді. Бірақ бізде супермаркетте сауда ол 4 миллиард ақша өте ауқымды ақша болғандықтан ол ақшаға сауда жасайтын халық саны жеткіліксіз. Сондықтан да бұл тараптың 4 миллиард ақшасы сразу банкрот болып күйіп кетеді. Бұл тарапта 3 миллиард қана ақша қалады. 3 миллиард ақшаны бұл 7 жыл ішінде зертхана ашуға, қайттан үй құруға, жол құруға жеткізбейді. Мен тарапта қосымша ақша табу көздері болып жатыр. Менің тапқан ақшамның пайызымен дәші бизнес ашуға, дәші дамуға болады. Ал бұл жақта ондай ақша көзі жоқ. Сондықтан да бұл тараптың 3 миллиард ақшасы 7 жыл түгіл 7 айға да жетпей жоқ болып кетеді. Сол үшін де бүгінгі қарар бойынша менің тарапым қарсылас тараптан жоғары тұрады деп есептеймін. Рахмет. Тоғыз мырза, ойын үшін көп рахмет. Енді ортаға Линкол мырзаны шақырамыз. Еншіңізде 3 минут таза сараптама. Уақытты тиімді пайдаланыңыз. 1-2-3 рахмет сөз бергеніңізге. Жалпы біздер екі тарапты салыстыратын болсақ, қай үстелдің тиімді жағын ұсынатын ба, яғни бізге супермаркеттің ең бірінші жылында деген мұқият тыңдасаңыздар, ең бірінші жылында біз осындай жоба арқылы әрбір жоспарды белгілі бір жылдарға бөлген болатын. Яғни менің сауда экспортының өзінде көптен экспорт импорт болғандықтан менің сауда жүйем ешқашанда құламайтын болады. Және де ал бұл кісінің үстеліндегі бір ғана сала арқылы оның қалай өсіп кететіндігі бізге әлі күнге дейін белгісіз, және де ода қандай жұмысшылар жасайтындығы және ол жерде белгілі бір оқыған білімді азаматтар жұмыс істейтіндігі бізге әлі күнге дейін белгісіз. Және де бізде байқайтынымыз, яғни малдарға вакцина салудың өзі, кәдімгідей вакцинаның өзі қымбат екендігін біздер біле аламыз. Және де екі үстелде қараларын салыстыратын болса, яғни 7 миллиард теңгені Линкол мырзаның үстелінде, яғни менің үстелімде белгілі бір өсім бойынша, белгілі бір жылда нақты бір жоспар бойынша құрылғандығын байқай аламыз. Соның ішінде көптеген жүйені қамти алатын ба, көптеген адамдардың өмірлік жақтарын сапалы өмір сүруін қамтитын болады. Және де келген туристер міне Арқалық осындай жерлер бар екендей нәрсе болады. Бізде байқап қарасақ, барлық жерде ауруханалар бар, барлық жерде де ет комбинаттары бар. Бірақ
арқалықта тек қана осындай жерлер ғана бар екен деп айтпау үшін менің үстелімде әдемі табиғаттар және де емдік шөптері бар емдік шөптері бар зертханалық орталық бар, үлкен бір қалаға айналдыру жоспарда бар. Және де менің 7 миллиард ақшамның 4 миллиарды қанша жерден супермаркетке кетсе де, яғни арқалықтағы қор, яғни биржа жүйесі менде әлі күнге дейін құлдыраған жоқ. Яғни биржада яғни акция болғандықтан менің белгілі бір жүйем, белгілі бір ақшадан өсім ретінде өсе беретін болады. Және де бұл яғни бизнесмен болсын, бұл ешқашан бір-екі тараптан қарамау керек. Яғни сен бір бизнес құлаған күннің өзінде басқа бизнесін жүре беретінде біздер осылай ұйымдастыруымыз керек. Яғни біздің неліктен менің үстелім осылай жоғары тұрады десеңіздер, менің үстелімде сапалы халыққа жағдайлар жасалған және де осындай белгілі бір жылдан кейін нақты жоспарлар қойылған арқасында жұмыстар саны көбейе бастайды және де бізде көптеген шетелден болсын үлкен ғалымдар келіп осылай жұмыстар енгізіп басқа да бір жерлерден дәрілер сатып алмай өзіміздің жерден алатын боламыз. Және де біздер өзіміздің арқалықты көтеріп дамыту үшін осы жүйе қалыптасса, арқалықта барлық жерде, яғни туризмде, сауда, импорт, экспорт, яғни сапалы жол, әдемі табиғат, сапалы тұрғын үй жүйесі қамтылатын болады. Яғни бізде осындай жүйе қамтылса, халық бақыттырақ өмір сүре бастайды. Үшін көп рахмет. Ойында қарсылас болсаңыздар да, өмірде дос болыңыздар, қол қосып қойсаңыздар болады.